Енді мен бұл жерде бұл жобаның жалпы қалай басталғанын айтып кетейін деп отырмын. Бұл жолда біз ғылымнан шынайы өнімге қалай өттік және сол өнім арқылы қазір қалай ақша тауып жатқанымызды сіздерге айтып өтейін дедім. Енді біз бәріміз білеміз, алдыңғы аптада Алматыда жаңағы халықаралық инклюзия бойынша конгресс болды. Сол конгрессте әлемдік гиганттар келіп баяндама жасады. Оның ішінде Google, Nvidia тағы да басқа ұйымдар болды. Біз сол конгрессқа негізі сол зерттеуші ретінде, тыңдаушы ретінде бардық. Қандай шешімдер бар екен, қандай мүмкіндіктер бар екен деп. Барлық, өкінішке орай, барлық шешімдер жаңағы көзі көрмейтін адамдарға арналған, аутизмге шалдыққан адамдарға арналған, жаңа арбамен жүретін адамдарға арналған деген сияқты шешімдер өте көп болды. Біз бірде бір шешім көрген жоқпыз. Есту мен сөйлеуінде шектеу бар адамдарға арналған шешім деген бірде бір шешім көрмедік. Конгресстен кейін жаңа әріптестерімізбен жиналып, ойланып, неге бұлай болды екен дедік та, мынандай шешімге келдік. Яғни ол адамдардың дауысы естілмейді, олар сөйлей алмайды. Сондықтан олардың дауысы естілмейді. Яғни әлем бойынша есту мен сөйлеуінде шектеу бар адамдарға арналған шешімдер өте аз. Енді қалай басталған туралы айтайын. Бұл менің докторлық диссертациям болды. Тілін тану деген тақырыпта. Ең бірінші жаңағы ғылыми мақаламды жазамда халықаралық журналға жіберем. Халықаралық журнал маған мақаламды кері қайтарады. Себебі қазақ тілі жоқ, сіздің зерттеуіңіздің ешқандай әлемдік деңгейде пайдасы жоқ деп. Бұл жерде сұрақ туындайды, қалай қазақ бар, мысалы, халық бар, жер бар, мен бармын, ал тіл қалай жоқ болады деген осы жерде сұрақ туындайды. Бұл жерде мен аламда қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдеріне салыстырмалы талдау жасап, қазақтың тілі бар екенін дәлелдеймін да, жаңа мақаламды жіберем. Оның артынан келесі мақалаларымды жіберем да, диссертациясыз автоматически жаңағы PhD деңгейін аламын. Осылай мен ғылыми мәселеден шынайы мәселеге келдім. Қазақтың тілінің статусы жоқ екен. Статус жоқ болса, яғни кез келген ақпаратқа қолжетімділік жоқ деген сөз. Қазақстанда 200 мыңнан астам есту мен сөйлеуінде шектеу бар адам тұратын болса, сол адамдарда қазіргі күнде не оқуға, не электрондық ақпаратқа, не жаңағы білім кеңістігіне қолжетімділік жоқ деген үлкен мәселеге келдім. Сонымен қатар тілінің статусы болмағандықтан үйрететін орталықтар өте көп екен. Әр орталық әртүрлі үйрете береді. Жаңағы сурдопереводчиктардың саны жетіспейді. Және стандарт болмағандықтан сол стандартқа негізделген оқулықтар мен жаңағы білім беру ресурстары жоқ болып шықты. Осындай шынайы мәселеге келгеннен кейін ғылымнан шынайы мәселеге жеттік. Яғни осы жерде мен қазақ тілінің сөздік қорын жинауға шешім қабылдадым. Өзім түрлі курстарға жазылдым. 2000-ға жуық тіліндегі сөздер базасын жинадық. Әрбір сөзді біз алдында слайд қойсаңыздар, оның алдында. Әрбір сөзді біз әртүрлі жастағы адамдарды пайдаланып 125 рет жаздық. Жалпы 250 мың видео жинадық. Және осы жиналған деректер негізінде, неге жасанды интеллект деп айтамыз ғой, жасанды интеллекттің ең маңызды, ең қажетті нәрсесі ол деректер базасы, датасет деп аталады. Сол датасет қаншалықты біз датасет жинауда біз өзіміз қаншалықты тер төксек, біздің нәтижеміз соншалықты жемісті болады. Осы жолда біз жаңағы 250 мың видеоның негізінде тілін танитын жүйе жасадық. Ол жерде шынайы уақытта адамның қолының қозғалысы мен ерінің қозғалысын оқиды, терең оқыту модельдері. Енді ғылымға қатты кетпей қойын. Сол арқылы ол жаңағы қаншалықты тілін адам дұрыс көрсетіп тұр, қаншалықты теріс көрсетіп тұр, соны анықтап бере алады. Біз 3 аватар жасадық. Яғни біз тану есебін шешу барысында біз оны қайтадан тілінде көрсету есебін қатарластырып шештік. Яғни бір база арқылы біз тану есебінде және қайтадан тілінде көрсету есебін шештік. Осындай 3-4 аватар жасадық. Қазіргі таңда біздің жүйе шынайы уақытта, егер сіз мәтінді енгізсеңіз, оны тілінің глосстарына түрлендіреді. Глосс дегеніміз тілінің жаңағы сөздік базасындағы қолданатын. Ол тілінің өзіндік синтаксисі бар. Сол глосстардан автоматты түрде аватарға жіберіледі. Мына жерде видео болса, негізі видеода барлығы көрініп тұратын еді. Егер сізге қызық болса, кейін мен көрсетіп бере аламын. Бұл жерде бұл не үшін керек қараңыздар. Қазақ тілінде соңғы Оксфорд сөздігі бойынша 200 мыңға жоқ сөздік қор бар. 200 мыңға жоқ. Ал тілінде сөйлейтін адамдар жалпы 2000 сөз ғана қолданады. Яғни адамның тілде
тіл буынсыз дейді. Біз тілмен сөйлей береміз, бірақ біз қолмен сондай жаңа шексіз көп түрлі сөздер айта алмаймыз. Сондықтан бұл жерде умная адаптация дейді ғой, ақылды бейімдеу керек. Яғни бір уақытта 200 мың сөзді 2000 сөз негізінде түсіндіріп беру, ол тек қана терең оқыту модельдерінің қолынан келеді. Бұл жерде біз, бірақ бұл жерде жаңағы LLM-дер жұмыс істей алмайды, өйткені біз жаңағы текстті саламыз, одан глостарды аламыз, глостарды аватарға жібереміз. Аватарға жіберген кезде импровизацияға жол жоқ, яғни аватар нақты сөздерді алу керек. Сондықтан бұл жерде LLM-дер жұмыс істемейді. Бұл жерде біз морфоанализ, жаңағы rule-based және глубокое обучение үшеуін біріктіріп гибридті модель жасадық. Қазір біз MVP болдық, уже шынайы өнім болдық. Күнделікті біз Жібек жолы телеканалында Фиксик деген мультфильмді келесі айтасаңыздар. Фиксик деген мультфильмді біздің аватарымыз күнделікті 2 сағат бойы көрсетіліп тұр. Сағат күнде таңертең 10-нан 12-ге дейін осы біздің аватар Фиксик мультфильмін аударып тұр. Осы Алматыда конгресске келген кезде мен арнайы интернатқа бардым. 0-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін балалардың арасында жүріп шықтым. Сіздер көріп жатсыздар ма? Мультфильмді көресіздер ма? Сіздерге қызық па деп. Сол кезде ол балалар әрине бізге қызық, әрине бізге түсінікті деген кезде мен жайдан жай өмір сүріп жатпағанды түсіндім. Өйткені бұл жерде біз айтамыз ғой, инклюзивті білім беру, жаңағы барьерді алу. Бұл мультфильмді мысалы нормотипичный балалар дейді ғой, қалыпты нормалық балалармен жаңағы естумен сөйлеуінде шектеу бар балалар бірге көре алады. Бұл жаңағы барьерді алудың қарапайым мысалы. Сонымен қатар біз бірнеше пилоттық жобалар бастап жатырмыз. Жаңағы төтенше жағдайлар министрлігінде срочный дейді ғой, тез жеткізу қажет жаңалықтар бар. Мысалы, жол жабылады, әйнектен бала құлап кетпесін деген сол сияқты ақпараттарды шынайы уақытта жіберу үшін біз жаңағы төтенше жағдайлар министрлігімен тест жасадық. Бұл мини API болады, өйткені ол шынайы уақытта жұмыс істеу керек. Яғни олар хабарламасын жіберу керек, біз сол уақытта аударуымыз керек. Біздің негізгі болашақ мақсатымыз осындай үлкен API жасау. Болашақта API-шке жасағымыз келеді. Кез келген тілде, кез келген жаңағы сайттар, кез келген электрондық ақпарат біздің API-ді қосып, ары қарай жұмыс істей беретін қылып. Қазіргі таңда қарасаңыздар, бұл оқиға немен аяқталды. Мысалы, басында мен 7 жыл болды айналысып келдім, басында мен бірінші берген мақаламда сіздің қазақ тіліңіз жоқ, сау болыңыз деген. Қазір әлемдік ұйымдар біз туралы жазады. Қазір, яғни бір кезде жоқ болған қазақ тілі қазір технологиялардың адамның өмірін қалай өзгертуге көмектесетінінің бірде-бір мысалы болады. Рахмет, осы алдыңғы аптада тамыр платформасының акселерациясы болды. Біз Өзбекстан, Тәжікстан, жаңа Қырғызстаннан келген әріптестермен бірге жұмыс істедік. Яғни бұны енді басқа тілдерге де бейімдеп, ол жаққа да әсіресе біз Өзбекстанға енгізу бойынша қазір келісімшарттар бастап кеттік. Сондықтан алған беттеріңізден қайтпаңыздар, өз жолдарыңызбен жүріңіздер. Сіздерге айтады, анау жоқ, мынау дұрыс емес, қазақ тілі жоқ деп айтады, бірақ қазақ тілі бар, өйткені мен бармын. Сондықтан назарларыңызға рахмет.